Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше өте дәмді тірі шоколады десертінің жасалу жолын көрсетемін. Бұл өте дәмді болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұндай жасау үшін бізге осындай ыдыстар керек болады. Егер де сіздер бұндай ыдыс таба алмасаңыздар, кәдімгі трайфлдар жасайтын стаканчиктер алсаңыздар да болады, фотодағыдай. Енді сол стаканчиктеріміздің астына осындай қалаған бисквиттеріңізді саласыздар. Қазірде мен сіздерге бисквиттің жасалу жолының ссылкасын астына жазып қалдыратын боламын. Дәл солай жасайсыздар. Бұл стаканчиктерге 40 граммдай бисквит кетеді. Ал енді бисквитті дайындап стакандарыңызға салып болғаннан кейін барып, шоколадный муссымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен желатинге суды құйып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Одан кейін барып, ең темный шоколадымыздан бастаймыз. Мен оған Қазақстан шоколадын алдым, соны ыстық буда осылай ерітіп аламыз. Ыстық буда ерітіп алғаннан кейін барып, сразу сүтімізге қантымызды салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, осындай газде қою болғанша араластырып тұрамыз. Дәл видеодағыдай қою болғаннан кейін барып, оттан алатын боламыз. Оттан алғаннан кейін барып, дайын болған желатинімізді үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Осылай ыстықтау кезінде салып араластырсаңыздар тез ериді. Одан кейін осы массамызды сеткадан өткізіп, жаңағы еріткен шоколадымыздың үстінен құямыз. Енді осыларды біріктіреміз, жақсылап араластырып. Енді осыны араластырып болғаннан кейін барып, сливкиімізді алып, миксерлейміз, бірақ қою қылып миксерлемейсіздер. Бір минуттай миксерлесеңіздер жеткілікті, кішкене сұйықтау болу керек. Сол сливкиімізді қайтадан шоколадный массамыздың үстінен құйып, жақсылап араластырып біріктіреміз. Осымен біздің темный шоколадтағы муссымыз дайын болды. Одан кейін молочный шоколадты да, белый шоколадты да дәл осылай жасайсыздар. Және де дәл осылай үстінен құйып шығасыздар. Енді темный шоколадтан жасалған муссымызды осылай құйып алғаннан кейін барып, холодильникке немесе морозилкаға салып қоясыздар. Беті қатайғаннан кейін барып, молочный шоколадты дайындап, одан кейін үстінен тағы да құясыздар. Және де бұны да қайтадан холодильникке немесе морозилкаға саласыздар. Қатайғаннан кейін барып, үстінен белый шоколадтан дайындап, тағы да жасайсыздар. Жасалу жолы тура темный шоколадты қалай жасадыңыздар, тура солай жасап істейсіздер. Қатайғаннан кейін барып, уже жей берулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер.